Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен керемет тойымды пирог жасаймыз. Киш с курицей грибами деп аталады. Өте жеңіл әрі сочный болып шығады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызды алып, осының үстіне 300 грамм ұнды себеттен өткізіп аламыз. Артық алмаңыздар, 300 грамм жеткілікті. Келесі кезекте үккішімізді алып, үккіштен қатып тұрған майды өткіземіз. Майымыз 100 грамм. Негізі барлық ингредиенттер төменде көрсетілген достар. Мінекей өткізіп алдық. Осының үстіне 1 қасық тұз саламыз. 1 қасық ас содасын саламыз. Осыны біріккенше араластырып аламыз. Мінекей барлығы бір-бірімен бірікті. Енді үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймағымыз 20% болу керек. Осының үстіне сүт құямыз 50 грамм. Енді осыны бір реттік масса болғанша жақсылап илеп аламыз. Мінекей нанымызды илеп алдық. Нанымыз қолға жабыспақ болады. Достар, одан қорықпаңыздар, артық ұн салмаңыздар. Бұны біз енді таза пакет алып, осыған салып, 20 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Иі қанғанша дейін оның салмасын дайындаймыз. Ең алдымен тауық етін жақсылап жуып аламыз. Одан кейін бізге саңырау құлақ керек. Менің саңырау құлағым тоңазытқыштан шықты. Және де осындай помидор черри керек. Не болмаса кәдімгі помидорды алып та салсаңыз болады. Осы кезекте тауық етін 4 пішті етіп тураймыз. Өте ұсақтамаңыздар. Тек көбік ретінде турасаңыздар болады. Толығымен турап шығамыз. Келесі кезекте саңырау құлақтарымыздың ортасын алып тастап, ұсақ жіңішке етіп турап шығамыз, видеода көрсетілгендей. Ендігі кезекте помидорларымызды тең ортасынан бөлеміз. Егерде помидорларыңыз үлкен болса, 4-ке бөліңіздер. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға тауық етін қуырып аламыз. Тауық етін 5 минут қуырасыздар. Содан кейін үстіне саңырау құлағымызды саламыз. Және де дәмдеуіштерді саласыздар. Тұз, бұрыш 1 шай қасық салсаңыздар болады, немесе дәміне қарай өздеріңіз саласыздар. Осы кезекте жақсылап араластырып, осыны 10 минут бұқтырамыз. Етіміз піскенше сұйық подливын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға 250 мл сливки құямыз. 33 немесе 35% болу қажет. Осының үстіне шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар болады, немесе венчикпен.
жақсылап бір реттік масса болғанша дейін араластырамыз. Ендігі кезекте тоңазытқышта тұрған нанымызды алып, дөңгелек етіп жаямыз. Нанымыздың иі қанды, қолға жабыспайды. Осы кезекте видеодағыдай етіп, дөңгелек етіп жайып алыңыздар. Нанымызды шамамен 3-4 мм етіп жаясыздар. Содан кейін оқтауға орап аламыз. Пісіретін ыдысымызды дайындаймыз. Кез келген протеинға пісірсеңіздер болады. Тек майламайсыздар. Себебі нанымыз өзі майдан тұрады. Ешқандай жабыспайды. Осылайынан бортиктар жасаймыз жанына. Ендігі кезекте салмамызды саламыз. 10 минут бұқтырылған. Жақсылап ішіне орналастырамыз. Салмамыз салып болған соң үстінен черри помидорымызды қойып шығамыз. Барлығын орналастырып алған соң үстінен сұйық подливымызды толықтай құйып шығамыз. Сосын барып артық шетінде тұрған нанды сәл 2 мм жеткізбей алып тастаймыз. Нанды алып болғаннан кейін шеттерін сәл тағда көтересіздер, себебі кескен кезде түсіп кетеді. Одан қорықпаңыздар, тек сәл ғана шеттерін қайтып жапсырсаңыздар болады. Ендігі кезекте осының үстінен сырымызды сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін ғана барып қызып тұрған пешімізге 200 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Одан артық ұстамаңыздар. Мінекей достар, 30 минутта пирогымыз пісіп шықты. Өте дәмді, әзірге ыстық күйінде турамаңыздар, сәл суысын. Суып болған пирогымызды дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды және де барлық отбасына толығымен ұнайтынына 100% сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған тәтті әлем. Келесі сабақта кездескенше. Егер де ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.